табысты болу, жеңіске, өз мақсаттарына жету, даңқ пен бедел бұл ұзақ күрес пен шыдамдылық арқасында жететін тікелей жол. Осы жолда ең бастысы өз ісіне сенімді болу. Егер табандылық пен мақсат қоя білсеңіз, сізге еш қиындық кедергі болмайды. Бұл тәжірибеде дәлелденген сөздер. Көптеген танымал адамдар табысқа жетуде небір қиындықтарға тап болған. Бұл бізге үнемі үйренуге, жетіліп, дамуға тырысып және сөзсіз жаңа белестерді бағындыруымыз қажеттігін білдіреді. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы республикадағы ең ауқымды жобалардың біріне айналды. Оның кейіпкерлері әртүрлі мамандық пен ұлт иелері және әртүрлі жастағы адамдар. Қатысушылар біздің кең байтақ еліміздің әр тарапынан болса да, барлығын патриотизм, рухани күш-жігер, өз ісіне сеніммен берілгендік біріктіреді. Менің есімім Ашилова Мадина. Мен 2021 жылғы 100 жаңа есім жобасының жеңімпазымын. PhD доктормын, қауымдастырылған профессормын, қоғам белсендісі және тележурналистпін. Өз жеңісімді жанұям мен 5 баламның арқасында қол жеткіздім деп ойлаймын. Мен автосаяхатпен әуестенемін. Біздің мақсатымыз Қазақстанды барлық адамдарға, бар әлемге паш ету. Біз деректі фильмдер, репортаждар түсіреміз. Қазақстандағы және шетелдегі еліміздің мәдени және табиғи мұрасы туралы айтамыз. Бұл танымал және медиа тұлғалар қатысатын байқау емес. Бұл қарапайым қазақстандықтардың өздері туралы айта алатын мүмкіндігі бар жоба. Мұндай кейіпкерлер біздің арамызда бар. Ал біздің міндетіміз үздіктерін тауып, ерекше оқиғаларын жариялау. Жобаның қатысушылары үлкен ынта-жігері бар, дамуға бет бұрған және өз арманын орындауға ұмтылатын замандастарымыз. Жоба басталған кезден бастап, оған 7000-нан астам адам қатысты. Осы уақыт ішінде жалпы халықтық дауыс беруде 193 жеңімпаз анықталды. Үздіктердің 46-сы өз саласында еңбек пен білім арқылы жетістіктерге қол жеткізген алматылықтар. 100 жаңа есім жобасына мен кездейсоқ келдім. Яғни өтінішті менің таныстарым берді. Олар маған қоңырау шалып финалистер тізіміне, кейіннен президент алдында сөз сөйлейтін спикерлер тізіміне енгенімді айтты. Бұл жоба маған осындай мүмкіндіктер берген үшін мемлекетіме алғыс айтамын. Қазір бізде әйелдер хоккей академиясы бар, құрамында 70 қыз. Жарты жыл ішінде бұл үлкен жетістік, өйткені ешкім әйелдер хоккейі бар екеніне сенбеді. Әрбір қатысушы тәуелсіз Қазақстанның дамуына өз үлесін қосқан бірегей тарих. Осы жылға дейін ерекше іс тындырдым деп ойламадым. Өмір ағымында болдым. Әр адам өз мүмкіндігін пайдалана отырып әрекет ету керек. Менің сауалнамам, менің өмір салтым, менің істерім шабыттандыратын адамдар санының көп екендігі мен үшін шынында тосын сый болды. Сол кезде мен бұл жеңіс емес, керісінше жауапкершілік екенін түсіндім. Мен туралы оқып, еңбектері мен жетістіктерімді үлгі көріп шабыт алады. Жоба жеңімпаздары мүмкін емес ештеңе жоқ екенін жеке басы мысалдарымен дәлелдеді. Әрі өздеріне мыңдаған отандастарымыздың еліктеушілігін туғызды. 100 жаңа есім жобасының қатысушыларына өзіңізге сеніңіз және сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Жобада көптеген ұқсас оқиғалар бар. Олардың әрқайсысы шабыттандырады, шынайы және нақты. Бірақ ең бастысы, олар қарапайым қазақстандықтардың табысқа жету жолын көрсетеді. Үздіктер арасында сен де бола аласың.